Сәлем достар, қазір мен сіздерге Фабилик компаниясында цифровой каталогпен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Және қалай тапсырыс беру керек, қалай өнімді таңдау керек, сол жайында көрсетемін. Осылай цифровой каталогты ашқан кезде каталогтың бетінде плюс белгілерін көріп отырсыздар. Осы плюс белгілерін басу арқылы сіздер өнімді таңдайсыздар. Мысалы, осы жерде SPF 50 тұсында плюс белгісін бастым. Ол корзинаға салынды. Келесі таңдайтын өнім гель для душа, мысалы 559 теңгеден, оны да корзинаға салдым плюс белгісін басу арқылы. Өнімдерді таңдап болғасын корзинаны басамыз. Корзинада таңдаған өнімдеріміз шықты. Осы жерден сізге бірнеше дана керек. Егер бірнеше дана керек болса, соны плюс белгісін басу арқылы өзгертуіңізге болады. Төменгі жағында қанша теңгеге тапсырыс бергеніңіз барлық общий суммасы шығады. Оны электронный адрес немесе WhatsApp арқылы, Viber арқылы да жіберуге болады. WhatsAppты таңдаған кезде WhatsApp парақшасы ашылады. Сіз кімге жібергіңіз келеді заказды, сол кісінің номерін таңдап жіберуіңізге болады. Заказды жібергеннен кейін осылай отправить етеміз. Енді отправить етілген заказ ол кісіге осылай көрінеді. Қараңыздар, барлық суммасы барлығы көрсетіліп тұр.